Инвестиция қазір жетім баладай бірнеше мекеменің қарауында жүріп, нақты жолын табалмай отыр. Бұл пікірді президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі жолдауында айтты. Ол елге қаржы тарту мәселесіне ерекше тоқталды. Сөзінше, қазір инвестицияның басым бөлігі шикізатқа құйылып жатыр. Ал бұл экономиканың өркендеуіне кедергі келтіреді. Осыған байланысты мемлекет басшысы үкіметке арнайы бағдарлама дайындап, жүйені түбегейлі жаңғыртуды тапсырды. Бұл жұмысты үйлестіру премьер-министр Олжас Бектеновке жүктелді. Енді үкімет басшысы 10 күн ішінде нақты ұсыныстар енгізу керек. Жалпы инвестиция, оны өздеріңіз білесіз, инвестиция ол мемлекеттің дамуына, ірі инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асуына және соның салынуына, жалпы әлеуметтің әлеуетін арттыруға ерекше серпін беретін мәселе. Сондықтан да инвесторларға, шетелдік инвестицияға осындай талас тартыс күшейген кезеңде президенттің арнайы комитет құрып, және осы шетелдік инвесторларды шақырып, шетелдік қаражаттың әкеліп, оны іске асырылып жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін осы комитетті құруы, бұл біздің мемлекетке осы дамуына тың қарқын береді деп сеніммен айтуға болады. Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлерге инвестиция тартуда арнайы экономикалық аймақтардың маңызы зор екенін айтты. Мемлекет басшысы оларды басқаруға жеке, тіпті қажет болса шетелдік компаниялар тартуға болады деді. Инвестиция тарту тек орталық органдардың емес, жергілікті биліктің де міндеті екенін атап өтті. Сарапшылардың пікірінше, инвесторларға ашық әрі цифрлы тетіктер жасалса ғана Қазақстан шетелдік қаржы үшін тартымды елге айналады. Все наши инвестиционные нормы и правила были приняты десятилетия назад. Біздің инвестицияға қатысты барлық норма мен ережелеріміз бірнеше 10 жылдық бұрын қабылданған. Сондықтан олардың көбі ескіріп қалған. Біз заманға сай барынша цифрландырылған әрі ашық тетіктерді жасап шығаруымыз керек. Сонда ғана әлемнің түкпір-түкпіріндегі инвесторларды қызықтыра аламыз.